орай жасалған бұл тарту балдырғандарды зор қуанышқа бөледі. Болашақта тағы да 12 балалар алаңын пайдалануға беру жоспарда тұр. Жәңгірхан көшесі 53 және 55 үйлердің ауласында ашылған алаң балаларды қорғау күніне жасалған үлкен тарту. Дәл осындай спорт және ойын алаңдары бұл күні қаланың әр бөлігінде ашылды. Бұл мақсатқа қала бюджетінен 45 миллион теңге қаржы жұмсалды. Бұнда кішкентай бүлдіршіндер ойын ойнаса, ересектеулері спортпен айналысады. Биылғы жазда тағы 12 алаңды пайдалануға бермекпіз. Балалардың өз уақытын мәнді өткізуі мен спортпен айналысуына жағдай жасау облыс басшылығы қойып отырған міндет деді ашылу салтанатында сөз алған қала әкімі Алтай Көлгінов. Жазғы демалыстың басталуына орай шағын стадионның ашылуын ата-аналар үлкен жақсылық деп бағалайды. Ауламызда мини стадион ашылып жатыр. Балаларға футбол ойнайды, волейбол ойнайды, өте қуаныштымыз. Көлемі 18-де 36 метрлік шағын стадион мини-футбол, волейбол, баскетбол, көгалдағы хоккей мен гандбол тәрізді спорт түрлері бойынша жаттығулар мен спорттық кездесулер өткізуге арналған. Күнде ойнайтын болдық. Өзіміздің командамызда бар. Түнде де ойнаймыз. Керемет болды деп. Көңіл күйіміз өте жақсы. Бұл күні Зашаған кентінен өзге 6-шы және 2-ші жұмысшы ықшам аудандары мен 1-ші мектеп аумағында спорттық алаңдар ашылды. Жасөспірімдердің спортты серік етуіне жағдай жасау, жеткіншектерді көше ықпалынан арашалаудың тиімді жолы дейді сөз алғандар. Спорт алаңдары әрбір бала өзінің бос уақытын жазғы демалысында әрбір жерде жүрмей осындай спортқа шығып, өз-өздерімен спортпен ойнап, өз-өздеріне дамуына ықпал етеді деп ойлаймыз. Жаңа алаңның ашылуына арналған салтанатты шара бірден спорттық жарысқа ұласты. Қала мектептері командалары бұл күні баскетболдан шеберліктерін сынға салса, болашақта спорттың әр түрі бойынша кездесулер өткізбек. Балалардың спорт және ойын алаңдарын салуды билік пен бизнестің әріптестігі негізінде жүзеге асыруға көңіл бөлінбек дейді бізбен пікірлескендер. Болашақта бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыру көзделіп отыр. Клара Камбетова, Рүстем Исжанов, Мадияр Қалиуллин, Қазақстан, Орал.